Ата, мен бұл сапарға сенің рухыңа тағзым еткелі шығып барам. Мен сені көрген жоқпын. Тек уақыт табынан сарғайған суретіңді ғана білем. Кеңестер елінің, оның ішінде қазақ елінің тағдыры қыл үстінде тұрған сол бір сұрапыл жылдарда мыңдаған боздақтармен бірге сен де қолыңа қару ұстап соғысқа аттандың. Содан қайтып оралмадың. Еліміздің бостандығы үшін, мына біздердің бақытты өміріміз үшін жан пида қылдың. Фашист басқыншылармен Великий Новгород қаласында мыңдаған қанды қырғын шайқаста 1944 жылы 11 ақпанда ерлікпен қаза таптың. Бар болғана 32 жастаған едің. Одан берде 60 жылдан астам уақыт өтті. Қазір біз төрт құбыламыз түгел, дүниенің төрт бұрышынан тегіс танымал, тәуелсіз мемлекет атанып отырмыз. Туған еліміз бүгінде өзінің шетсіз, шексіз кең шалқар жермен, мыңғырған малы, қазба байлықтарымен ғарышқа самғаған космос кемелермен ғана емес, сонымен бірге өнерлі, өнегелі, білімді, парасатты, еңбекқор ұл қыздармен де мақтан алады. Бүгінгі ұрпақ шынымен де ең бақытты ұрпақ. Кез келген шетелдік құрбы құрдастарымен терезесі тең ұрпақ. Кез келген салада білім алуға, кез келген мамандықты игеруге, кез келген арман мақсаттың іске асыруға еркіндік алған ұрпақ. Осы уақытқа жетуімізге сен де, ата, қан майданда ерлігің арқылы өз үлесіңді қосып кеттің. Міне бүгін 2006 жыл 4 шілде күні атаның Ресейдегі Новгород облысы Батецкий ауданы Унемер деревнясындағы қабіріне туған жердің бір уыс топырағын салу үшін Алматы қаласынан әкем Құрманғазы екеуміз Нива автокөлігімен жолға шықтық. Алматыдан Орал қаласына дейін машинамен барып, машинаны сонда қалдырып, әрі қарай пойызбен кетуіміз керек. Алдымызда 6000 шақырымдай жол бар. Жолда біз көп нәрсені көрдік. Көптеген адаммен дидарластық. Ел жұртымыздың бүгінгі тіршілік тынысымен таныстық. Жаңадан салынып жатқан үйлердің көптігіне таңырқадық. Егін жинап жатқан диқандар еңбегі қуантты. Өрісте жыпырлай жайлаған мал қарманның молдығы сүйсіндірді. Мұның бәрі еліміздің еңсесін көтеріп, жұртымыздың жағдай жақсара бастағанының нышаны деп білдік. Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда қалаларын аралап көрдік. Тарихи ескерткіштермен таныстық. Арал қаласына жеткенше жол жақсы болды. Аралдан Ақтөбе облысының Қарабұтақ ауылына дейінгі 400 шақырымдай аралық өте жайсыз екен. Сағатына 20-30 шақырымнан артық ала алмайсың. Ой шұңқыры көп, шұқалақ жолдар екен. Сондықтан трассадан шығып, жүк тасыған камаздардың доңғалағы терең етіп қазып тастаған қара жолмен жүруімізге тура келді. Кейде тіпті жаңбырдың салдарынан батпаққа айналған жол табынан көлігіміз батып қалып әрең шығарып алған кезіміз де болды. Осы шоқалақ жолда бір қызықты кездесу болды. Аралдан енді асқанымызда жол жегінде аса мүйісі артылған 3 аяқты велосипеді бар, аласа бойлы бір жоқалтаң адам тұр екен. Мынандай механатта жолда велосипедпен келе жатқан кім деген әуестік жеңіп тоқтатып таныстық. Бұл Ален деген 57 жастағы француз саяхатшысы болып шықты.
Бұдан 9 ай бұрын велосипедпен сапарға аттанып, араб елдері арқылы Қытайға, Вьетнамға дейін барып, Алматыда болып, әлемді аралап, енді еліне қайтып келе жатқан бет екен. Біз аздап ағылшынша білетінбіз, ол аздап орысша біледі екен. Сол арада тұрып біраз әңгімелестік. Оған сәт сапар тіледік. Азық-түлік сусын бердік, қуанып қалды. Сөйтіп, 6-шы күні Орал облысына, атамның туып өскен жеріне жеттік. Қаратөбе ауданының Егіндікөл ауылында болдық. Міне мынау көрерге көз керек аққұм. Мынау Қалдықайт өзені. Атамның еңбек етіп, өмір кешкен аясы. Соғысқа аттанға шейін атам Мұстафа Дүйсенғалиев осы аудандағы Қаратөбе совхозында партия ұйымының хатшысы болып жұмыс істеген еді. Машинаны Орал қаласына қалдырып, туған жердің бір уыс топырағын орамалға түйіп алған соң әкем екеуміз Мәскеуге баратын пойызға отырдық. Шілденің 13-і Мәскеу қаласына да келіп жеттік. Кеңестер одағының астанасы ретінде оны бұрын барша кеңес халқы ардақ тұтқанын белгілі ғой. Міне мынау айтулы Қызыл алаң. Мынау алып қаланың айдын асырып тұрған атақты Кремль. Басқа да зәулім ғимараттар. Мәскеуден пойызға мініп, ертеңінде Великий Новгород қаласына жеттік. Волхов өзенінің бойында орналасқан бұл қала орыстың ежелгі елді мекендерінің бірінен саналады. Оның да өз Кремлі бар екен. Новгородқа келген соң автобусқа отырып, қаладан 80 шақырым жердегі Новое Овсино селосына барып жеттік. Село әкімі Владимир Юрьевич Полушкинмен Алматыдан шығарда алдымен әкем бір-екі рет сөйлесіп еді. Қандай мақсатпен бара жатқанымыз айтқан еді. Ол кісі келіңіздер, әкеңіздің жатқан жері Ойнмер деревнясы. Машинамен алып барамыз деген екен. Атама қатысты деректерді әкем ұзақ жылдар бойы іздеп, Подольскідегі солдаттар мен сержанттар архивімен әскери комиссараттардан сұрастырып, керғалаң мәліметтерді анық-қанығын 2-3 жыл бұрын ғана толық көз жеткізген еді. Владимир Юрьевич бізді көп күттірмей, УАЗ машинасына отырғызып алды да жолға шықты. Ол кісі бізді сол арадан 10 шақырымдай жердегі атамыз қаза тапқан қанды қырғын шайқас өткен Переотки селосының орнына алып барды. Сол жердің Виктор деген байырғы тұрғыны бізге жол көрсетті. Қазір Переотки селосының ізде жоқ екен. Тал-тоғай басып кетіпті. Бұл арада болған жан беріс, жан алыс, қан майданың айғағы секілді болып, танкке қарсы орнатылған бетон арандар Луга өзенінің жағасында әлі күнге шейін аңдығайлап тұр.
әкем оған да Владимир Юрьевичке де Мәскеуден шыққан жалғыз атты жолаушы дейтін кітабына қолтаңба жазып берді. Атам жатқан бауырластар қабірі бұрынғы Перетки селосының 4-5 шақырымдай жеріндегі Уейнмер деревнясының маңында Ну орманының іргесінде екен. Міне, мынау атамның қабірі. Бұл жерде 395 боздақ мәңгілік тыныс тауыпты. Атамның аты жөні ескерткіш тақтаға қашап жазылыпты. Атамның қабіріне туған жерден әкелген топырақты салып, бас иіп тағзым еттік. Топырағың торқа болғай ата, мен сенің рухыңа тағзым етуге келдім.